Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өстіп өзіне шаң жуытпай зуылдаған керемет көліктерді пайдалана отырып, сабағымызға қажетті керемет бір әдісті талдап талқылайық. Бұл әдіс жүйрік көліктер әдісі деп аталады. Өзінің аты айтып тұрғандай, сыныптағы оқушыларды қызықтыру үшін көліктерді пайдалану арқылы өткіземіз. Бұл әдіс бастауыш сынып оқушыларына және орта буын, яғни 5, 6, 7 сыныптардағы оқушыларды қызықтыру үшін пайдаланып, жарыс сабағы ретінде өткізетін болсаңыз, таптырмас әдіс. Әдетте топтық жұмысқа және жекелей жұмыс үшін пайдаланады бұл әдісті. Видеоның соңына дейін қарасаңыз, қалай пайдалану керектігі толық көрсетілген. Барлық көрнекілігі видеоның соңына дейін қарасаңыздар, қандай көрнекілік пайдаланады, көрнекілікті қай жерден алатыныңызды айтамын. Бұл әдіс ойын ретінде өтеді, жарыс ретінде өтеді. Бұл сыныптағы оқушыларды жарыстырып өтуге таптырмас әдіс. Бұл әдіс арқылы сіз сыныптағы лидерді анықтайсыз, барлық оқушыларды жарысуға, бәсекеге деген стимулын арттыра түсесіз. Көрнекіліктер оңай жасалынады. Жалпы сыныпты 4 топқа бөлесіз, немесе 4 жеке оқушыны шығарасыз тақтаға. Бұл енді шағын жинақталған мектептерге де және оқушылар өте көп мектептерге де арналады бұл әдіс. Өйткені бұл жерде 4 түрлі түсті көрнекілігіңізде болады. Және де сізде спиннер болады. 4 түсті көлік болады. Спиннердің түсі қайсы көліктің түсіне қарай тоқтайды, сол көлікті таңдаған топ мүшелері жауап беретін болады. Әр топ өзіне ұнаған көліктерді таңдап алады. Ол көліктің түсіне қарай оқушылар топ-топқа бөлініп отырады. Сіздегі қолыңыздағы спиннерді айландырасыз, ол кездейсоқ түрде тоқтайды. Яғни кез келген түске барып тоқтайды. Қай топтың көлігінің түсі түссе, сол топтың көлігі қозғалады. Алайда көлігіңіз қозғалыс алу үшін оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап беру керек. Содан кейін, егер оқушылар топ болып сұраққа жауап берсе, көлік қозғалады. Ал жауап бере алмаса, көлік өкінішке орай орнында қалады. Қай топтың дұрыс жауап бергеніне қарай, көлік өзінің мәресіне қарай жылжи береді. Яғни мұнда топ бойынша тез отыраға бақылдасады, содан кейін сізге тез жауабын беріп, оқушылар сөйтіп ұтымды жауап беру арқылы, өзінің шапшаң әрі ұтымды жауаптарын айту арқылы, оқушылар өз тобын алға жеңіске қарай жетелейтін болады. Бұл әдісті кез келген сабаққа пайдалана бересіз. Қазақ тілі болсын, математика болсын, әдебиеттік оқу болсын, жалпы бастауыш сыныптағы өткізілетін барлық пәнге. Және де бағана айтып өткендей, орта буындағы сынып оқушыларына жарыс ретінде өтсеңіз болады. Бұл әдіс оқушыларға адреналин сыйлайтынына кепілдік беремін. Көрнекіліктеріне келетін болсақ, видеоның астында көрнекілік жасаған авторының Instagram парақшасын қалдырамын. Сол ссылка арқылы өтіп көре аласыздар. Не алдарыңызда видеосы сыныпты қалай бөліп, қалай осы жүйрік көліктер әдісін өткізу керек. Спиннерді айландырды. Мұғалім спиннерді айландырды, жасыл түсті, спиннердің түсті, жасыл түсті көлік. Неке әрбір межеге келіп тоқтаған сайын 7 сұрақ қойылады екен. 7 сұраққа дұрыс жауап берсе, балалар бірінші орынға шығады. Яғни әртүрлі көліктерді жарыстыру арқылы. Сіздерге әдіс ұнап жатса, өте қуаныштымын. Видеоның астына комментарий жазып, сіздерге ұнағанын, болмаса ұнамағанын, түзету керек жерлер болса, өз ойларыңызды қоса отырсаңыздар. Барлықтарыңызға назарларыңыз үшін рахмет.